Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Химия пәні 8-ші сынып. Бөлім сутек, оттек және озон. Сабақтың тақырыбы сутектің алынуы, қасиеттері және қолданылуы. Номер 2-ші практикалық жұмыс сутекті алу және оның қасиеттерін тану. Қызылорда облысы Қазалы ауданы номер 225-ші орта мектептің химия пәнінің мұғалімі Сексенбаева Роза Жақсылыққызы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты сутекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын зерттеу. Сутек элементі нөмірі 1-ші реттік нөмірде орналасқан элемент. Оның ашылуы. Кавендиш 1766 жылы сутекке жанғыш ауа деген ат берген. Суды термиялық айырып, оттек пен сутек элементінен тұратындығын Лавуазье мен Мене 1783 жылы анықтаған. Хайдрогениум су тудырушы деген атауды Штон де Марво 1787 жылы берген. Сутектің сипаттамасы. Химиялық таңбасы H 1-ші реттік нөмірде 1-ші периодта 1-ші топта орналасқан номері 1-ші элемент болып табылады. Салыстырмалы атомдық массасы 1-ге тең. Атом ядросының заряды +1. Протондар саны мен электрондар саны 1-ге тең, нейтрондар саны 0. Сутегінің электрондық конфигурациясы 1s1. Сутектің 3 изотопы бар. Протий, дейтерий, тритий. Сутек жай зат. Түссіз, иіссіз, дәмсіз газ, суда ергіштігі төмен. Жылу өткізгіштігі жоғары. 253 градус температурада қайнайды. Сутектің массасы ауамен салыстырғанда жеңіл. Енді сутегінің алынуына тоқталайық. Сутегін өнеркәсіпте суды термиялық айырып алуға болады. Суды ыдыратқан кезде сутегі және оттегі газ күйінде бөлінеді. Бұл жерде жоғарыға қарай көрсетіліп тұрған бағдаршалар бұл газдардың жеңіл екендігін, ұшқыш екендігін көрсетіп тұр. Сутегін зертханада белсенді металдарға қышқыл қосып, тұз және сутегі газын алуға болады. Мысалы, мырыш тұз қышқылымен әрекеттескен кезде мырыш хлориді және сутек газы түзіледі. Сонымен қатар, сутегін зертханада белсенді металдарды сумен әрекеттестіру нәтижесінде сілті және сутек газын алуға болады. Мысалы, натрий су молекуласымен әрекеттескен кезде натрий OH сілті және сутек газы бөлінеді. Сутегі газын кип аппаратының көмегімен алуға болады. Кип аппараты қабырғасы қалың шыны ыдыстан жасалған. Ол 2 бөлімнен тұрады. Төменгі бөлігі және жоғарғы бөлігі. Төменгі бөлігі жарты және толық шардан шар көлеміндегі шыны ыдыстан жасалған. Ал жоғарғы бөлігінде бұл шар күйіндегі құйғы болып табылады. Осы төменгі бөлігіндегі ортаңғы үлкен шарында мырыш металы орналастырылады. Жоғарғы бөлігіндегі құйғы арқылы тұз қышқылы құйылады. Міне осы жерде жүрген реакция нәтижесінде ортаңғы шарда жоғарғы бүйірінде жаңағы газ бөлініп жатқандығын жаңағы өткізгіш түтік орналастырылады. Сол өткізгіш түтік арқылы реакция нәтижесінде түзілген сутегі газын бөліп аламыз. Бұл кип аппараты деп аталынады. Енді сутегінің химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Сутегі жай заттармен реакцияға түседі. Жай заттармен реакцияға түсу нәтижесінде бірнеше күрделі заттар түзіледі. Мысалы, сутегі оттегімен әрекеттесіп, су молекуласын және 572 килоджоуль мөлшерінде жылу бөлінеді осы жерде. Сутегі газы хлор газымен әрекеттесіп, хлор сутек газын түзеді. Және сутегі газы күкіртпен әрекеттесіп, күкірт сутек газын түзеді. Сутегі сол сияқты белсенді металдармен реакцияға түседі. Мысалы, сутегі натриймен реакцияға түсіп, натрий гидридін түзеді. Енді күрделі заттармен реакцияға түсу барысына тоқталайық. Мысалы,
мыс оксиді қара түсті сутегі газымен реакцияға түскен кезде бағанағы қоңыр түсті мыс оксиді қызыл түсті мысқа айналады және осы жерде су түзіледі. Сонымен қатар кальций гидриді сумен әрекеттесу нәтижесінде әк ерітіндісін және сутек газын түзеді. Енді сутектің қолданылуы. Сутегін қазіргі кезде дрон камераларының, көліктердің және зымыран отыны ретінде индустрияда, металлургияда, металдарды кесіп дәнекерлеуде және қиын балқитын металдарды алуда отын ретінде қолданамыз. Ал болашақта сутегін ұшақтардың отыны ретінде, көліктердің, су көліктерінің отыны ретінде қолдануды болжап отыр. Енді номер 2 практикалық жұмыс сутекті алу және оның қасиеттерін тану практикалық жұмысына назар аударайық. Енді бұл сутекті алу үшін бізге тегіс түпті конус колба немесе реакциялық колба бізге қажет болады. Одан кейін бөлгіш воронка және өткізгіш түтік, сынауықтар, су ваннасы қажет. Енді тегіс түпті конус колбаға, реакциялық колбаға бөлгіш воронканы орналастырамыз. Содан кейін оның бағанағы өткізгіш түтігіміздің бір ұшын осы реакциялық колбаның бір бетіне бекітеміз, бір шетіне. Енді бізде су ваннасы берілген, сол су ваннасына сынауықты орналастыруымыз керек. Сынауықты төңкеріп орналастыру керек. Ол үшін сынауықты біз 90 градусқа бұрамыз да су ваннасының ішіне орналастырамыз. Және бұл сынауықты біз төңкеріп орналастыруымыз керек. Сол төңкерген кезде пробирканың ішіне су толады. Енді өткізгіш бағанағы түтігіміздің бір ұшын осы төңкерілген пробирканың ішіне орналастырамыз. Енді әрі қарай біз бағанағы конус колбаға мырш металының түйірінен саламыз. Сөйтемізде бөлгіш воронканы орналастырып, бөлгіш воронканың бетін ашамыз да күкірт қышқылы ерітіндісін құямыз. Осы құйып жатқан кезде біздің назар аударатын нәрсеміз бөлгіш колбаның тығынының жабық екендігіне назар аударуымыз керек. Енді бөлгіш колбаның, воронканың тығынын ашамыз. Сол кезде күкірт қышқылы реакциялық колбаға өтеді. Реакциялық колбаның ішіндегі мырышпен күкірт қышқылы әрекеттеседі. Сол кезде пробирканың ішіндегі су бөлек бөлініп кетеді де, ығыстырып жібереді. Бөлініп жатқан сутегі пробирканың ішіндегі суды ығыстырып, осы пробирканың ішіне сутек газы орналасады. Яғни бұл әдіс сутекті суды ығыстыру әдісімен алу деп аталынады. Енді әрі қарай осы сабақ барысында алған білімдеріңізді тексеру үшін мына берілген тапсырмаларды орындап көрейік. Балалар, енді бұл тапсырмаларды орындап болсақ, өздеріңіздің жауаптарыңызды мынау жауап эталондарымен тексеріп көріңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет.